Сәлеметсіздер ме? Мен Абай атындағы нөмір 90-шы мектептің 9-шы сынып оқушысы Жарылқасын Айзеремін. Бүгін мен сіздерге жеміс жидектер көкөністердегі дәрумен мөлшерін анықтау туралы жұмыс көрсететін боламын. Бізге керекті құрал-жабдықтар мен реактивтер сәбіз, алма, лимон, аскорбин қышқылының ампула түріндегі және де таблетка түріндегі түрі, қызыл болгар божының туралған түрі, терка, тақтай, воронка, йод ерітіндісі, пипеткалар, сынауықтар және де фарфор тарлық. Алдымен көкөністер мен жемістерді ұсақтап аламыз. Дайын болған шырындарымыздың әрқайсысынан 3 мл әр сынауыққа бірдей қылып құйып шығамыз. Одан соң крахмалдан 2 мл-ге құйып шығамыз. Енді йод ерітіндісін қосып, қандай құбылыс болатынын бақылаймыз. Крахмалдың әсерінен йод қара түске боялды, бірақ құрамында С дәрумені болғандықтан ол оны жойып жібереді. Қорытындылай келе, бізде бірінші нөмірдегі сәбізде С дәруменінің мөлшері бар, екінші нөмірлі тәжірибемізде алмада С дәруменінің мөлшері кішкене азырақ, өйткені йод толық ерімеген. Үшінші нөмірлі тәжірибемізде йод бар, С дәруменінің мөлшері бар. Төртінші тәжірибемізде де С дәруменінің мөлшері басым. Алтыншы нөмірлі тәжірибемізде де С дәруменінің мөлшері көбірек. Және 5-ші нөмірлі тәжірибемізде де С дәруменінің мөлшері басымырақ.